Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өзім видео жасайтын лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Лагманның нанын қалай дайындау керектігін мен алдыңғы видеоларымда сіздермен бөліскем. Осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Енді біз әдеттегідей осылай май құйып, етті одан кейін сәбіз бен пиязды жақсылап қуырамыз. Ет жұмсақ болу үшін кішкене су құйып, еттің өзін бұқтырып алсаңыз да болады. Одан кейін міне помидор қосамыз. Помидор және томат қосып жақсылап қуырамыз. Помидор немесе томат қосқаннан кейін 5-10 минуттай қуырмасақ, томаттың дәмі шығып тұратын болады. Сол үшін жақсылап қуыруымыз керек. Одан кейін де 1-2 минут қуырып, капустамызды, одан кейін чесноктың сабағын, ары қарай қосатын редька, басқа көкөністерімізді қосып шетінен қуыра береміз. Лагманға қосылатын көкөністер сол негізгі сәбіз, пияз, капуста, редька, одан кейін қызыл бұрыш, жасыл бұрыш, чесноктың сабағын қоссаңыз дәмі жақсы болып шығады. Бәрін жақсылап 5 минут қуырып аламыз да, одан кейін су құямыз. Картопты мен қазір салатын боламын. Картопты су құйғаннан кейін, су қайнаған кезде қосуға да болады. Енді тамағымыз пісіп қалған кезде 5 минут бұрын салып жібереміз. Мінекей тамағымыз дайын, өте дәмді және тойымды. Лагманды жақсы көрмейтін адам кем-де-кем. Сол үшін осы рецепт бойынша осылай үйіңізде дайындап көріңіз. Қандай ерекшелікпен дайындайсыз, егер дайындап жүрсеңіз, комментарийда бөлісе кетіңіз. Видеоның аяғына дейін қарағаныңызға алғыс білдіремін. Келесі кездескенше сіздермен болған мен Дариға.